Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 68-ші сабақ зат есім тақырыбын жалғастыратын боламыз. Балалар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Балалар, 12-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді тыңда. Ересек оқушы. Әбілхан тұңғыш рет мектеп табалдырығын аттағанда 25 жаста еді. Өмірінде оқулық ұстап көрмеген Әбілханға оларды түсіну қиын еді. Есеп тіпті ауыр. Бірде мектеп директоры Әбілханды шақырып, оңаша сөйлесті. Сонан соң сыныбындағы 2 баланы шақыртып алып, ертеңнен бастап Әбілхан сурет студиясында оқиды. Екеуін кезек-кезек студияға ертіп барып, оған тілмәш боласыңдар, деді. Әбілханды ертеңінде суретші Хлудовтың үйіне Дәлденбаев ертіп барды. Үйден шашы аппақ қудай көзілдірікті шал шықты. «Қош келдіңіздер», деп үйге өзі бастап кіргізді. Жаркенттенсің бе?» деді ол. «Білем, ол жерлерде болғанмын, тамаша, таулы өлке», деп жер жаннаты Жетісуды жанындай жақсы көретінін айтты. Үйренуге, сабақ алуға келдім дегенде Хлудов қатты қуанды. «Міне, жасым 70-тің 8-інде, өмірімде алғаш рет қылқалам ұстаған қазақ суретшісін көріп отырмын», деп қоштасарда бір қорап акварель қағаз берді. Мәтіннің авторы Әміртай Бөреевтен. Ал енді мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Тірек сөздерді белгіле. Тірек сөздер Әбілхан, мектеп директоры, сурет студиясы, тілмаш, суретші, Хлудов, Дәлденбаев, Жаркент, Жетісу, қылқалам, акварель. Мәтін кім туралы? Балалар, мәтін суретші Әбілхан Қастеев туралы. Ол кімнен сабақ алды? Ол суретші Хлудовтан сабақ алды. Әбілхан неліктен мектепке кеш келді деп ойлайсың, дейді. Балалар, Әбілхан отбасылық жағдайға байланысты оқи алмады. Ол ерте жастан еңбекпен айналысуға мәжбүр болған екен. Келесі, мәтін неліктен ересек оқушы деп аталды? Мәтіндегі жалқы есімдерді теріп жаз, дейді. Балалар, Әбілхан тұңғыш мектеп табалдырығын аттағанда 25 жаста еді. Сондықтан да мәтін ересек оқушы деп аталған. Ал мәтіндегі жалқы есімдер Әбілхан, Хлудов, Дәлденбаев, Жаркент, Жетісу сөздері екен. Келесі 13-ші жаттығуға қарайық. Көптік жалғауларының тиістісін қойып жаз. Мұнда балалар жақшаның ішіне көптік жалғаулар берілген. Сөйлемдерді оқи отырып, сол көптік жалғауларының тиістісін қойып жазамыз. Ауданда суретшілер жарысы өтті. Балалар сурет салуды жақсы үйренген. Жеңімпаздарға сыйлықтар тапсырылды. Осылай мәтінді көшіріп жазамыз. Көпше түрдегі зат есімдердің астын сыз. Көпше түрде тұрған зат есімдер: суретшілер кімдер? Балалар кімдер? Жеңімпаздарға кімдерге? Сыйлықтар нелер? Осы көпше түрде тұрған зат есімдердің астын сызып қойсақ болады. Келесі 14-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Өлеңді оқып, мазмұнына сай сурет салып көр. Суретші боламын. Суретші болам өскенде, саламын туған даламды, қызарып батқан кештерді, жұмыстан қайтқан анамды. Бояуын құям аспанның, басына биік асқардың, суретін салам сағынсам, бірге оқыған достардың. Өлеңнің авторы Қанипа Бағыбаева. Ал енді балалар, суреттің мазмұны бойынша таулардың, қызарып батқан кештің, анамыздың немесе бірге оқыған достарымыздың суретін салсақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.